Алтынбек қызы Раяна, мектебі Көкіл мектеп-колледжі 2 А сынып оқушысы, жасы 7-де, туған жері Алматы қаласы. Жетістіктері: 2022 жыл Фест көктем республикалық байқауы, бас жүлде. 2022 жыл Жаздәурен халықаралық байқауы, бас жүлде. 2022 жыл Тайжарыс халықаралық байқауы, бас жүлде. 2023 жыл IQ-Star республикалық байқауы, бірінші орын. 2023 жыл Мен де жұлдыз боламын республикалық байқауы, бірінші орын. Түркия, Мәскеуге жолдама. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен де жұлдыз боламын YouTube арнасында біздің кезекті сұхбатымыз. Бүгін бізде қонақта жас өнерпаз Алтынбек қызы Раяна. Раяна, қош келдің. Қалың қалай? Сәлеметсіз бе? Қалың қалай, жақсы ма? Көңіл күйің қалай? Жақсы. Раяна, осы біздің YouTube арнасы арқылы сені көретін көрермендерге өзіңді толығырақ таныстырып өтсең. Менің атым Алтынбек қызы Раяна. Жасым 7-де. Мен Көкіл мектеп-колледжінің 2 А сынып оқушысымын. Мен домбыра, жетіген, бассейн, гимнастика, шахмат үйірмелеріне барамын. Жақсы. Енді сен жетігенде және домбырада ойнайсың, е? Иә. Неше жасыңнан бастап қатыстың бұл өнерге? 6 жасымнан бастап қатыстым. 6 жасыңнан бастап. Кім саған осы домбыраны, жетігенді кім үйретеді? Искалиева Гүлшара Әділбек қызы. Ұстазың сол кісі ме? Тек қана бір ғана ұстаздан сабақ аласың ба? Иә. Енді осы сіздерді жетігенде домбырада дайындайды ғой. Содан кейін тәжірибе алмасу үшін, сендер өсу үшін, сендерді байқауға қатыстырады, е? Иә. Осы кезге дейін қанша байқауға қатыстың? Мен 5 байқауға қатыстым. Қандай орындар алдың? Бас жүлде, бірінші орын. Ал орын ала алмай қалған байқауларың болды ма? Жоқ. Жоқ па? Бәрінен бас жүлде, бірінші орын алдың ба? Иә. Керемет. Енді Раяна, ең алғаш осы жетігенде ойнаған шығармаң қандай шығарма? Біз байқауда шығармада Папулиді орындаймыз. Папулида алдымен домбырадан ертең айды күйін әнін айтамыз. Сосын жетігеннен біз кетпес қызды күйін тартамыз. Сосын Бейпулдың әнін айтамыз. Керемет. Енді бізге сол жетігенде ойнайтын шығармаңды үзіндісін ойнап бере аласың ба қазір? Иә. Ойнап бере ал. Керемет, бәрекелді, өнерің үстем болсын. Енді жалпы Раяна, өнерде болашақта кім сияқты болғың келеді? Кімді үлгі тұтасың өнерде? Өнерде мені жеткен мен домбыраны үйрететін апайым Искалиева Гүлшара апайды
үлгі тұтамын. Ал өмірде сынып жетекшісі Керімқұлова Замира апай және де менің әжем Озған Светлананы үлгі тұтам. Осы адамдарды мен үлгі тұтам, құрметтеймін, жақсы көремін. Керемет. Енді Раяна, осы жетігеннен басқа мектепте қандай пәндерді жақсы көресің? Өнерден басқа. Изо, домбыра, математиканы. Изо деген ол сурет салу, е? Сурет салған адасың. Қандай суреттер саласың? Адамның суретін. Адамның суретін саласың, е? Математикадан кім береді сабақты? Керімқұлова Замира апай. Керімқұлова Замира апай. Енді Раяна, болашақта өнер адам боласың ба, әлде басқа саланы таңдайсың ба? Өскен кезде маған суретші болғым келеді. Суретші болғым келеді. Жетіген домбыра сенде қосымша ретінде жүреді, е, өнер? Иә. Енді Раяна, жалпы кейін оқу бітіріп, үлкен оқу орнын табалдырығын аттау үшін көп білім алу керек, е? Иә. Көп оқу керек. Кітап оқисың ба? Иә. Қандай кітап оқисың? Барлық кітаптарды. Барлық ертегілер оқисың, е? Керемет. Енді Раяна, алға қойған негізгі мақсатың қандай? Арманың қандай? Мен өскен кезде маған суретші болғым келеді. Мен суреттерді салып, соны дүкенге беріп жіберемін. Сол жақта адамдар суреттерді сатып алады. Болашақта суретші болып, ол суретті салып, көрме ұйымдастырғың келеді ғой? Иә. Арманыңа жетуіңе тілекшіміз. Сенің салған суреттерің тек Қазақстанда емес, әлемде сатылымға шықсын, әлемдік көрме залдарында сенің суретіңді көрейік бұйырса. Енді соңғы сұрақ қойайын. Егер мен сені біздің комедиялық телехикаяға түсуге шақырсам, келесің бе? Иә. Жалпы кинода қандай рөлді сомдағың келеді? Қандай образ сенің жаныңа жақын? Кім болып ойнағың келеді кинода? Кинода маған Дженна Ортега сияқты ойнағым келеді. Біз оны міндетті түрде өзімізге түртіп аламыз. Құдай қаласа, жазда сені біздің телехикаяға түсуге шақырамын. Раяна, бүгін бізге сұхбат беруге келгенге көп рахмет. Енді өзің сияқты кішкентай көрермендерге қандай тілек айтасың? Барлығы сау болсын, ақылды болсын, барлық сабақтардан 5 алсын. Тағы да 1-ші, 2-ші, 3-ші тоқсандарда 5 алсын. Сабақты үздік оқисың дейсің ғой, е? Керемет. Раяна, саған да біз тек қана жақсылық тілейміз. Болашақта біздің Қазақстанның атын әлемге танытатын жұлдыз болуыңа тілекшіміз. Өмірің мәнді болсын, ата-анаң аман болсын, өзің де аман бол. Бүгін бізге уақыт бөліп келгеніңе көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің осы бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз.